Баршаңызға сәлем достар, сіздермен Айгерім. Бүгін мен сіздерге қырыққабаттан, яғни капустадан өте дәмді салаттың рецептісін ұсынамын. Бұл салатты маринадталған капуста деп те атайды. Видеоны соңына дейін қарап, менің каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге орташа көлемді осындай қырыққабат қажет. Қырыққабатты осылай бөліп аламыз да, одан кейін ұзыншақ қылып, яғни соломка қылып тураймыз. Ұзыншақ қылып туралған қырыққабаттарды осындай бір ыдысқа саламыз. Тура осылай жаңағы бір капустамыздың барлығын турап аламыз. Капустамызды турап алдық. Ендігі кезекте бізге 2 орташа сәбіз қажет. Сәбізді біз үкіштің үлкен жағымен өткіземіз. Сәбізді де үкіштен өткізіп алдық. Ендігі кезекте бізге 3 тал сарымсақ қажет. Яғни 3 тал чеснокты біз үкіштің ұсақ жағынан өткіземіз. Енді қолымызбен бір араластырып қоямыз. Одан кейін бір тәтті бұрышты жіп-жіңішке қылып, ұзыншақ қылып тураймыз. Тура видеодағыдай тәтті бұрышты да турап алып қосамыз. Енді барлығын жақсылап араластырып аламыз. Үлкендеу бір ыдысқа немесе тура осылай мен сияқты араластырып алсаңыздар болады. Енді осының барлығын банкаға немесе осындай үлкендеу бір ыдысқа саламыз. Енді осы капустаға тұзды ерітінді жасаймыз. Енді жарты литр суды осындай бір ыдысқа құйып, газға қоямыз. Мен 250 мл стаканнан 2 стакан су құйдым. Енді осы суға толтырып 2 ас қасық тұз қосамыз. Және де 1,5 ас қасық қант қосамыз. Енді қант пен тұз ерігенше араластырамыз. Одан кейін 1,5 ас қасық яблочный уксус қосамыз. Енді осы суға 1 ас қасық паприка қосамыз. Суымыз қайнағанша осылай араластырамыз. Суымыз қайнағаннан кейін бір араластырып алып, оттан алып тастаймыз. Енді капустамызға 50 мл сұйық май құямыз, яғни күнбағыс майын құямыз. Енді жаңағы тұзды ерітіндімізді, яғни рассолымызды құямыз. Енді осылай үстінен басамыз. Енді бетін жауып, 10-12 сағатқа салқын жерге қоямыз. 10-12 сағаттан кейін капустамыз дайын болады. Дайын болған капустамыз осылай суы шығып, дәмді болып шығады. Тура осындай маринадталған дәмді қытырлақ капустаны менің рецептім бойынша жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген ойдамын. Егер де рецептім ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарийда пікірлеріңізбен бөлісіп қойыңыздар.